көп жерден көріп жүретін кладкаларды біз міне осындай кладкаларды көріп жүрміз да, ылғи айтып жүргеніміз. Міне ортада шел қалып қалады, бастырған кезде каким-то образом осылайдан жинайды. Бұны связка деп қойды, енді мына екі жағының связкасы қажет жоқ та. Осылай жинап жатады. Енді мұнай жинаған жылдам, жұмысы арзан, бірақ дұрыс емес. Колонна болған болса, енді ұра беруге болады, бірақ мына ортадағыны кәдімгідей раствор салып отырып жабу керек, скважина болып кетеді. Негізі бұрынғы кезден келе жатқан қызыл кірпіштің шыққан заманынан бастағандағы бұның жинасы былай негізі. Бір-бірін басып отырады да, қуалап отырады бүйтіп. Где-то бір 5, 6, 7 қатардан кейін уже көлденең мына жерде поперечный бастыратын біреу кірпіштердің арасы жігі ажырамас үшін осылайынан қойып кетеді. Бірақ 6 қатардан кейін. Аманауда каждыйына қойып отырады. Мына сияқты да не байқасаңыздар, уже мынау раствор салмағанның өзінде де насквозь өте алмайды. Мына жерде көрдіңіздер ғой, былай кетеді. Бірақ мына жерге раствор обязательно салу керек. Мынау қажет жоқ, бұл воздушный пространство тұра берсе болады. А мына жерге раствор керек, обязательно керек. Өйткені кірпіш сығылған кезде, давление берген кезде, мынау былай қараған кезде мынау бос қой. Міне оңай қозғалады. Ал егер мынау тиіп тұратын болса бір-біріне міне, енді раствор бар деп ойлайық. Мынау уже бір-біріне тіреліп тұр. Бұл былай қарай жылжу үшін, міне қараңыздар, мынау артқа қарай итерілу керек. Көрдіңіз ғой? А бұның артында тағы да кірпіш тіреп тұрады. Мына жақта колонна тіреп тұрады.